Бүгін ұстаздар WordAll платформасымен жұмыс жасайтын боламыз. Ол үшін адресный строкаға WordAll деп жазамыз. Сол кезде WordAll'дың негізгі беті шығады. Главный страница бөліміне өтіп, шаблондар тізіміне байқаймыз. Ол кезде жұбыңды тап қалып қойған сөздер және викторина деген неше түрлі шаблондар болады. Мен викторинаны таңдадым. Сол кезде әртүрлі адамдардың жасаған жұмыстары шығады. Соның біреуін таңдау арқылы темасын өзгерте аламыз. Мен теманы кітапхана түрінде таңдадым, өзіме ұнайтын болғандықтан. Теманы таңдап болғаннан кейін төменгі бөлікте редактировать контент батырмасын басамыз. Редактировать контент батырмасын басқаннан кейін, яғни біз бұрын жасалған жұмысты өзгерістер енгізуге болады. Өзгерістер енгізу, яғни заголовкіге біздің сол күнге жасалғалы отырған жұмысымыздың тақырыбын жазамыз және ары қарай, яғни сұрақтарға өзгерістер енгіземіз. Мынау біреудің жасалып отырған жұмысы болғандықтан өз сұрақтарымызды енгіземіз және жауаптармен дұрыс варианттарында енгізетін боламыз. Ең басты айта кететін жайт, бұл жерде X дегенге қате жауаптарды және галочка қойылған жерге дұрыс жауапты енгіземіз. Себебі оқушы қазір тестті орындап отырған кезде дұрыс вариантты таңдағанда біздің дұрыс жауаптарымыз белгіленіп тұру қажет. Яғни жұмысты қарау үшін төменгі жақтағы 4 батырманы басамыз. Сол кезде біздің жасалған жұмысымыздың нәтижесін көреміз. Мына жерде сұрақтарымыз шығады. Жауаптарын белгілеу арқылы біз дұрыс жауаптарды белгілеу арқылы келесі сұраққа өтетін боламыз. Және сол жақ беттің жоғарғы бетінде секундомер жүріп жатыр, яғни қанша секундта жауап беріп жатқандығымыз көрінеді. Соңында қанша балл жинағанымыз, қанша уақытта қанша балл жинағанымызды және басынан бастауға болатындығын көрсетуге болады. Поделиться кнопкасын басып, опубликовать батырмасын басқан кезде бізге осы ненің сілтемесі шығады. Копировать ету арқылы новый вкладка бөліміне кіріп, мана көшіріп алған сілтемемізді ставить еткенге біздің жұмысымыздың нәтижесін көретін боламыз. Тамашалағандарыңызға рахмет.